Сәлем, мен Акбарыспын. Кел, көбейту кестесін бірге үйренейік. Біз зеріктіретін 100 теңдеуді жаттамаймыз. Сондай-ақ Пифагор кестесіндегі 50 комбинацияны да үйренбейміз. Оның орнына біз Арман Нұртазинаның әдісімен соңынан бастап үйренеміз. Біз пішіндердің көмегімен 31 санды жаттаймыз. Сен осы 31 санын қандай көбейткіштерден құралғанын жаттап алсаң, көбейту кестесінің барлығын білетін боласың. Пішіндер бізге көбейтуді жақсырақ елестетуге көмектеседі. Қарашы, бұл пішіндердің бәрі сандарды немесе көбейткіштерді бейнелейді. Инжу шар бұл бір саны. 2 ұшы бар алтын жолақ бұл 2 саны. Сапфир үшбұрышы 3 саны. Себебі оның 3 бұрышы бар. Зүбәржат 4 бұрышы 4 саны. Өйткені оның 4 бұрышы бар. Қызыл 5 жұлдыз 5 саны, себебі оның 5 ұшы бар. Жасыл 6 бұрыш 6 саны, себебі оның 6 бұрышы бар. 7 ұшты жұлдыз 7 саны, 8 ұшты жұлдыз 8 саны, 9 бұрыш 9 саны, ал алтын сақина 10 саны. Мысалға назар аударайық. 6 санын шығару үшін 2 көбейткіш қажет, 2 және 3. Ол үшін алтын жолақтың 2 ұшына үшбұрыштар жалғаймыз. Енді бұрыштарды санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бұл теңдеу 2 көбейту 3-ке. Бірақ біз үшбұрыштардың бұрыштарына да алтын жолақтарды жалғай аламыз. Сонда формула 3 көбейту 2-ге болады. Енді ұштарын санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Көрдің бе? Бұл оңай. Жақсы, сен көбейтудің пішіндер арқылы қалай болатынын түсіндің. Енді мен саған көбейту кестесіндегі 31 санды қалай үйренетінімізді айтып беремін. Бұл 31 сан 4 блокқа бөлінеді. Бірінші блок бір айна сандары. Бұл біз мысалда қарастырғанда 2 көбейту 3-ке теңдеуі айнада шағылысып, 3 көбейту 2-ге айналады. Бір айна блогында 16 сан бар. Екінші блок 2 айна сандары. Мұнда әр сан 2 айнада шағылысады. Мысалы, 18 саны. Оның 2 көбейту 9-ға теңдеуі бірінші айнада шағылысып, 9 көбейту 2-ге айналады. Ал екінші айнада 3 көбейту 6-ға теңдеуі шағылысып, 6 көбейту 3-ке айналады. 2 айна блогында барлығы 7 сан бар. Үшінші блок бірдей көбейткіштер. Мысалы, 25 саны бұл 5 көбейту 5-ке теңдеуі немесе 1-5 үшті жұлдыздың ұштарындағы 5 жұлдызша. Бірдей көбейткіштер блогында барлығы 6 сан бар. 4-ші блок аралас. Бұл блокта бір айна мен бірдей көбейткіштер біріктірілген. Мысалы, 16 саны 2 көбейту 8-ге және 8 көбейту 2-ге тең бір айна теңдеулерінен тұрады. Сондай-ақ 4 көбейту 4-ге тең бірдей көбейткіштері бар. Аралас блокта барлығы 2 сан бар.